Любой жұмысты ала салдым, яғни бірінші түскен жұмысты ала салдым. То есть мен 7 сағат аэропорттың ішінде болдым да. Үшінші жұмысым ол. Ең культурный шок болғаным. Сенің артынан, короче, пышақ тығады, я тебе вам так скажу. Қанша дегенмен өліп жатсам да мысалы. Жұмысым жайлы айтатын болсам, жаңа айтып кеткендей, job offer'да сіздің қай жұмыста, қай қалада істейтін жайлы мәлімет болады. Өзім Мyrtle Beach қаласы, South Carolina, Американың оңтүстігінде жасадым. Шыны керек, жұмысты 5 мәрте ауыстырғаным бар. Жұмысты тиянақты таңдау керек. Мен жұмысты таңдағанда дедлайнға қарсы келген үшін любой жұмысты ала салдым. Яғни бірінші түскен жұмысты ала салдым. Повар, какова твоя профессия? Жұмысым кук болдым, яғни ол повар, американдықтарға, яғни ет пісірдім. Жұмыс жақсы болды, алайда жұмыста көптеген қателіктер және тәжірибе жетіспестігі болды. Мен по договору баратын штатым Айова болды. И Айовада жұмыс болмады. То есть мен Американы көре алмадым. Через Нью-Йорк летела, но Нью-Йоркта шықпадым. То есть мен 7 сағат аэропорттың ішінде болдым да, и мен қаланы көрмедім. Сол ең бірінші барған штатым ол Айова болып саналады. Ол бірінші мен сол Колорадо штатына келіп жұмыс істегенде, ең бірінші мен торговый центрде жұмыс істедім. И мен ең культурный шок болғаным олардың киімдеріне. Они одеваются как попало. Представляете, просто как попало. Ну, то есть, ночнешками не кете берет. Представляете, просто я в шоке. Я в шоке. A few moments later. Үйіндегі майкаларын киет, все. Ботта сөйтіп шыға береді. Сөйтіп ресторанға барады, сөйтіп қыдырады. И сөйтіп жүріп, 3 айдан кейін мен дәл сондай болдым. Одан кейін екінші жұмыс таптық. Жұмысты шыны керек табу қиын болды. 2 аптадан кейін мен аяқ киім сатушы, яғни shoe department деген жерде. О жерде, яғни біздің жалақымыз көп болмады. 3-ші жұмысым ол официант болдым. 4-ші жұмысым бассер, яғни официанттың көмекшісі. Столда қалған қалдықтарды кухняға апару болды менің жұмысым. 5-ші ол магазинде енді сатушы болдым, бірақ яғни сатушы деп контрактта жазылған, негізі грузчик сияқты жүрдік, тасып коробкаларды. Тәжірибеммен айтатын болсам, ең мықты жұмыс ол официант. Официанттың не жақсы жері бар? Бірінші, ол сіз такс, яғни налогтарды төлемейсіз. Екінші, типс аласыз. Типс дегеніміз, яғни әр адам чаевый дейміз ғой. Чаевый қалдырады сіздерге. Үшінші, $2, яғни тиянақтылған констант жалақыңыз болады. Айтарым осы жұмыс жайлы. У них города очень большие. Жолдардың өзі кең. Адамдары өте жаман. Я вам скажу, американцы, они двуличные. В любой момент могут подставить тебя. То есть, в любой момент. Например, сен бетіңе күліп қарап тұрса да, но сенің артынан, короче, пышақ тығады, я тебе вам так скажу. Это самый лучший, наверное, ответ. Потому что они по правилам живут. Если сен бір заңды бұзсаң, все, сен уже түрмеге кетесің. Сондықтан олар қорқады, и сондықтан бәрі заңмен өмір сүреді. А олар өздерін істемес үшін сен любой адамды подставить ете салады. Просто тупо. Они такие, знаете, в американцах есть же такие? Типа приветливые, да, они такие, кстати, они приветливые, говорят. Любой көшеде кетіп баратсаң, сен адам қараса, все, они такие, hi, how are you? Вот так. Все. Мысалға мен келдім ресторанға, я? Бітті, бәрі қайты, саған қарайта күледі. Hi, how are you today? Прикинь, все, абсолютно все так говорят. Просто на тебя так обращаются. Медицинский страховка жайлы айтатын болсам, страховканың ең бастысы ол сіздерге дәрі-дәрмек беру. Екінші, кішігірім ауруларыңыз болса, соны покрывать ету. Және страховкалар әртүрлі болады.
Сол үшін барарда страховканы дұрыс оқып алу қажет. Мысалы, кім білет не болатын болашақта. Америкада барлық жерде, яғни частниктер, барлық больницалар частный. Ешкім сіздерді бесплатно және документсіз алмайды. Қанша дегенмен өліп жатсаң да, мысалы. Ауыратын болсаңыздар, страховкаңызды көрсетіңіз, екінші страховканы жоғалтпаңыз, және страховканы дұрыс оқып алу қажет барар алдында. Қандай дәрі-дәрмектер береді ауырған кезде, қандай ақша көлемінде сізге ақысыз страховка берілетін, осы жайлы жақсы мәлімет алу. Машина там очень дешево стоит. Кстати, можно купить машину за $1000 всего лишь. $1000. Но я купила за $2000, потому что это было прям состояние хорошее и новое почти. Ну, конечно, бушное, но все равно. Без машины никак там. Потому что қала өте үлкен, сен мысалға бір жерден екінші жерге бару үшін машинаның өзімен сен 40 минут жүресің примерно. А автобуспен барсаң сен примерно 3 сағат жүресің, сондықтан машинасы никак. Шекер, шекер, бір жағалап